2 сәуірге арналған күнделікті жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып есту үшін арнаға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сонда сіз бірінші болып естисіз. Лайк басып пікір қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқты барлығын орындау үшін көп ұйымдастыру қажет. Көптеген тоқты жұмыс мәселелерін және жақын адамдарының мәселелерін бір уақытта шешуге тура келеді. Зейінді шоғырландыру және сабырлылықты сақтау қиын болады. Тітіркенуді тудыратын кішігірім қиындықтар жоққа шығарылмайды. Күннің бірінші жартысында басқалардың көмегіне сенбеу керек. Өз күшіңізге ғана сеніңіз. Бірте-бірте сіз өзіңіздің эмоцияларыңызбен күресіп, жан тыныштығын қалпына келтіре аласыз. Сіз көптеген мәселелерді реттейсіз және бұзылған қарым-қатынастарды қалпына келтіресіз. Торпақ көптеген жағымды тосынсыйлар болады. Жағдайлар сіздің пайдаңызға жұмыс істей бастайды, сондықтан мүмкіндігіңізді жіберіп алмаңыз. Мансаптық өсу немесе бизнесте елеулі табыс болуы мүмкін. Көптеген торпақ қарым-қатынаста әдеттен тыс шынайы және адал болады. Бұл оларға басқаларды жеңуге мүмкіндік береді. Бұрыннан келе жатқан қайшылықтарды шешуге және ескі шағымдарды жоюға болады. Жаңа жобаларды бастауға және батыл идеяларды жүзеге асыруға қолайлы уақыт. Саяхат пен іс-сапар жақсы өтеді, әсіресе алыс немесе шетелдік сапарлар. Кешке жақсылап демалуға тырысыңыз. Егіздер, таңертең сізге ішкі қайшылықтарды жеңу қиын болады. Тұрмыстық мәселелер сізді жұмысыңыздан алшақтатады, сондықтан күрделі мәселелерді шешу үшін күннің бірінші жартысы аса қолайлы емес. Егіздердің көпшілігі ауқымды жобаларды қабылдамауы керек. Бастаған істі аяғына дейін жеткізуге және істерді ретке келтіруге көңіл бөлу маңыздырақ. Түстен кейін еш себепсіз мазасызданасыз. Өзіңізді бақылауға тырысыңыз және импульсивті импульстарды ұстанбаңыз, осылайша сіз көптеген қиындықтардан аулақ бола аласыз. Шаян, қаржылық мәселелерде айтарлықтай жетістікке жетесіз. Сіз көптеген перспективалы байланыстар орната аласыз және бұрын келіспеушіліктер болған әріптестеріңізбен жақсы қарым-қатынас орната аласыз. Кейбір шаян тәжірибелі одақтастардың көмегіне және пайдалы кеңестеріне сене алады. Сіздің алдыңызда жаңа қолайлы перспективалар ашылуы мүмкін. Күннің екінші жартысы іскерлік хат алмасу мен келіссөздер үшін өте қолайлы. Нәзіктікпен басқалардың мүдделерін түсіну қабілеті сіздің қолыңызда ойнайды және барлық мақсаттарыңызға жетуге мүмкіндік береді. Арыстан, сабырлылықты сақтау қиын болады, сондықтан таңертең маңызды жұмыстарды қолға алмау керек. Кейбір арыстандар жұмыстан үзіліс жасап, отбасылық мәселелерді шешуге көңіл бөлуге мәжбүр болады. Айналаңыздағылармен ортақ тіл табу әрқашан мүмкін бола бермейді, сондықтан олардың көмегіне тым көп сенбеңіз. Дегенмен жақын арада оң үрдістер басым болады. Сіз өзіңіздің эмоцияларыңызбен күресіп, өнімді жұмысқа дайындаласыз. Көптеген маңызды мәселелерді шешіп, басшылық пен ықпалды адамдардың қолдауына ие боласыз. Сіздің өміріңізді жақсы жаққа өзгерте алатын жаңа таныстар болуы мүмкін. Бикеш, күннің бірінші жартысында ешқайда асықпаңыз. Жоспарларыңызды тез арада қайта қарауға мәжбүр ететін жаңа ақпарат пайда болады. Көптеген бикештер жүйке атмосферасын бастан кешіреді, бұл олардың жұмыс нәтижелеріне өте жақсы әсер етпейді. Кәдімгі тапсырмалардан басталып, сәл күткен жөн, жақын арада жағдай жақсы жаққа өзгереді. Сіздің парасаттылығыңыз құнды байлық болады және ерекше қиын мәселелерді шешуге көмектеседі. Әр түрлі адамдармен қарым-қатынас көп болады және сіз олардың әрқайсысына оңай тәсіл таба аласыз. Таразы, эмоционалды көтерілу мен көтеріңкі көңіл-күй кез келген тосынсыйларды жеңуге көмектеседі. Таразылардың көпшілігі тәжірибеге төзімді болады, сондықтан ешқандай қиындықтар оларды жолдан тайдырмайды. Жеткілікті еңбекқорлықпен сіз әсерлі нәтижелерге қол жеткізе аласыз. Барлық тапсырмаларды жалғыз шешудің қажеті жоқ, дәлелденген одақтастар сізге көмекке келеді. Жақын адамдар сіздің істеріңізге араласуы мүмкін, бірақ бұл өте орынды болады. Күннің соңына қарай қарым-қатынастан шаршау жиналады. Сіз өзіңізбен жалғыз қалып, ойларыңызды реттегіңіз келеді. Сіз өзіңізге мұндай мүмкіндікті жоққа шығармауыңыз керек. Саршаян, жақсы мүмкіндіктерді уақытында байқасаңыз, әсерлі нәтижелерге қол жеткізесіз.
Көптеген саршаяндар қызықты іскерлік ұсыныстарды алады, оларды көп ұзамай қабылдау керек. Сіздің алдыңызда қызықты мүмкіндіктер ашылады, бірақ сәттілік тек көп күш салуға дайын адамдарға келеді. Сіз көп жылға жетістіктеріңіз үшін басшылықтан марапатқа ие боласыз. Кешке қарай шамалы қиындықтар болуы мүмкін. Бірақ сіз оларды еш қиындықсыз жеңесіз. Жақын адамдар, достар сізге көмекке келеді. Мерген адалдық пен турашылдық сіздің пайдаңызға жұмыс істейді. Әріптестеріңізбен және серіктестермен қарым-қатынас кезінде түсініксіз және олқылықтардан аулақ бола аласыз. Сіздің сүйкімділігіңіз бен шешендігіңіз басқалардың назарынан тыс қалмайды. Көптеген мергендер өздерінің жеке қасиеттеріне байланысты емес, өз мақсаттарына жетеді. Қажет болса, басқа адамдар сізді орналастыруға дайын болады. Күннің екінші жартысы аздап табысты болады. Ақымақ нәрсе жасамау және шығынға ұшырамау үшін сізге шыдамдылық пен мұқият болу керек. Тәуешкі достарыңыз бен серіктестеріңіздің көмегімен көптеген мәселелерді сәтті шешесіз. Жаңадан алынған білім сізге жұмыста пайдалы болады. Көптеген тәуешкілер үлкен туыстарының немесе әріптестерінің кеңестерін тыңдауы керек. Көшбасшылық қасиеттеріңізді көрсетуге және сол арқылы басшылықтың алдында жақсы беделге ие болуға мүмкіндік болады. Бұл күні жасалған мәмілелер әсіресе айтарлықтай пайда келеді. Кеш көптен бері көрмеген адамдармен кездесуге өте қолайлы. Сіз бөлісетін және талқылайтын нәрсе таба аласыз. Су құйғыш. Күннің бірінші жартысында уайымға төтеп беру қиын болады. Маңызды істерді бірден бастауға болмайды. Қателіктерден аулақ бола алмауымыз екіталай. Су құйғыштардың көпшілігі өздерінің әдеттегі міндеттеріне назар аударып, құжаттарын ретке келтіріп, оң көзқараста болуға тырысса, жақсы болар еді. Жақында сіз өзіңізді жинап болып жатқан нәрселерден көп жақсылықты көре аласыз. Айналаңыздағы адамдар сіздің идеяларыңызды қолдап, жарты жолда кездесіп, пайдалы нәрселерді ұсынады. Кешті отбасымен немесе романтикалық кездесуде өткізген дұрыс. Балықтар бұл күннің оңай болуы екіталай. Көптеген балықтарға тұрмыстық мәселелерді шешу үшін жұмыс тапсырмаларынан үзіліс жасауға тура келеді. Эмоционалды сезімталдық жоғарылайды, және бұл әрқашан орынды болмауы мүмкін. Дегенмен жақсы мүмкіндіктерді жіберіп алмау маңызды, олар көп болады. Талпынсаңыз, болашаққа жақсы негіз жасайсыз. Күннің екінші жартысы күрделі мәселелерді шешуге қолайлы. Түсініксіз жағдайларда сіздің нәзік интуицияңыз көмекке келеді. Ортақ мүдделері бар адамдарды қонаққа шақыру зиян тигізбейді.